Бір кісінің үйіне аяқ астынан бейтаныс біреу қашып тығылады. Сәлем достар, Рухани Storytelling каналына қош келдіңіздер. Видеоны соңына дейін тамашалап, қолдауларыңызды сұраймын. Өзі қорқып қалтырап тұр екен. Үй егесі одан: «Кім боласың? Не керек? Неге безгектей боп дірілдеп тұрсың?» деп сұрайды. Қаһарлы патшамыз есек біткенді жинауға әмір берді. Патшаның осы үкімін орындау үшін есектерді жаппай ұстап, аяғын тұсап жатыр, дейді әлгі. «Әй, ұстаса адамды емес, есектерді ұстайды. Сен неменеге сонша қорқып қашып жүрсің? Құдайдың сені есек қылып жаратпағанына шүкір демейсің бе?» дейді үй иесі. Олар көшедегі тірі жанның бәрін жаппай ұстап жатыр. Құйрығы мен құлағының бар жоғына қарап та жатқан жоқ. Мені де ұстап алуы мүмкін. Ұстаса, есек еместігімді қалай дәлелдемекпін, дейді үрейі ұшқан адам. Пәледен машайық та қашыпты деген. Бүлдіргі жер көрсең, айналып қаш. Құдай да сақтағанды сақтайды. Айлық жерден пәленің қаупін сезсең, айы бұрын, күндік жерден естісең, күні бұрын қамдануды әдетке айналдыр. Баяғыда түлкінің баласы шешесінен бүйдеп сұрапты: «Апа, сені аңшыдан қашудың 100 түрлі жолын біледі деседі. Соның ішіндегі ең күшті жолын айтшы» депті. Сонда шешесі: «Аңшыдан қашып құтылудың ең күшті жолы оның көзіне түспеу» деп жауап берген екен. Кейбір ақымақ тиран патшаларға өзінің есек емес екеніңді дәлелдеудің ең күшті жолы сол патшаның көзіне ілікпеу. Румидің осы хикаясын әйгілі ақын Қадыр Мырза Әлі бидеп аударған. Танымайтын үйге кірер жөні жоқ, кірді бірақ біреу түсі өңі жоқ. Үй иесі сұрады одан: «Сіз кімсіз?» Сырқат жандай қалшылдайсыз түк үнсіз. Қонақ айтты: «Санамаңыз өсекке, патша мұқтаж көрінеді есекке. Иесімен жүрсе де өзі бетімен, есектерді ұстап жатыр шетінен. Сонша неге қайғырасыз оған сіз? Есек, есек, сіз болсаңыз адамсыз. Аллаңызға рахмет айтыңыз, айтыңыз да үйіңізге қайтыңыз. Есек іздеп жүрген иттер қарай ма, ұстап алып қамай салар сарайға. Есер патша әр уақытта шаламас, құйрығыңыз бар ма жоқ па қарамас. Қай кезде де қысып алар тақымға, тирандарға адам да есек хақында». Менің каналыма тіркеліп, қолдауларыңызды сұраймын.